оқыған кітабым орыс жазушының Александр Бектің Волоколамск тас жолы. Орыс жазушының басты кейіпкері қазақ халқының қаһарманы Бауыржан Момышұлы. Мәскеу шайқасындағы панфилов дивизиясындағы ісі туралы. Отан қорғаушылық елін жерін сүйге арналған. Содан кейін ер азаматтың мінезін қалыптастыруында оның еліне, жеріне деген еліне ен болатын, халқына қорған болатын азаматты тәрбиелеуде рөлі өте зор осы кітапта. Волоколамск тас жолы кітабы көркем өмірде қиялдан жасалатын үйреншікті әдеби туынды емес, панфиловшылардың аты жөндерін толық сақталып, олар қатысқан ұрыстар сол қалпында суреттелген әскери документі болып табылады. Ең қысқы демалыста Мұхтар Әуезовтің 1921 жылы жазылған алғашқы әңгімесі «Қорғаныстың күні» кітабын оқыдым. Бұл шығарма қазақ әдебиетіндегі әлеуметтік теңсіздік пен әйел тағдыр тақырыбында қозғалатын маңызды туынды. Оның қысқаша мазмұны: аязды қыста бір ауылға келе жатқан Оспан мен жолаушылар қонаққа тоқтайды. Олар Ғазиза есімді қыздың үйіне түседі. Ғазизаның анасы мен атасы қайтыс болған. Өзі нағашысы Жақыптың қолында қорлықта өмір сүріп жүр. Бай Сәрсен оны зорлап қорлайды. Ғазиза әділетсіздік пен қорлыққа шыдамай, ақырында өз-өзін қол жұмсайды. Мұндағы негізгі тақырып әйел теңсіздігі, әлеуметтік теңсіздік, әділетсіздік, адамгершілік пен қатыгездігі. Менің демалыста оқыған кітабым «Балуан шолақ». Сәкен Сейфуллиннің тарихи танымдық шығармасы. Бұл кітап қазақ халқының әйгілі тұлғасы Балуан шолақтың өмірі, мінезі мен ерлігі мен өнері кеңінен суреттеледі. Шығармада Балуан шолақтың балалық шағынан бастап елге таныған атақты палуан, әнші, сері болған кезден кейін өмір жолы баяндалады. Ол жастайынан қайратты, батыл, әділдікті жақтайтын адам болып өседі. Күш қайраттың арқасында талай күрестерде жеңіске жетіп, халық арасында беделге ие болады. Бірақ ол күшін тек атақ үшін емес, әсілдіктері көмектесу, әділетсіздікке қарсы тұру үшін пайдаланады. Кітапта патша үкіметінің отаршылық саясаты, болыс билігінің халыққа көрсеткен зорлық-зомбылық пен әділетсіздігі де ашық көрсетіледі. Мен қысқы демалыста Уэсли Ньюманның Хатико шығармасын оқыдым. Адалдық туралы. Хатико атты ит иесін күнде вокзалда күтіп алады. Иесі қайтыс болғаннан кейін де күтуді тоқтатпайды. Шығарма шынайы сүйіспеншілік пен адалдықты көрсетеді, және ит пен адамның арасындағы байланысты.